Сәлем достар екен. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін Динара Ибраева. Бүгінгі Шала Қазақ каналында өзіне сенімсіз адамдар қандай болады дейтін тақырыпты мен бүгін ашайын деп тұрмын. Как обычно, видеороликтегі идеялар сіздерге ұнаған жағдайда осы бір дейтін керемет доктор Роберт Энтонинің кітабын скачать етіп, видеороликтегі идеялармен более подробно танысып өтулеріңізге болады. Солай болса, бастадық. Расында да өзіне сенімсіздік әрқашанда определенный адамдарға күрделі бір жағдайларды алып келіп, яғни туылғанымыздан бастап өзімізге сенбей, әрбір айтып жатқан адамның сөздеріне еліктеуден бастап, өміріміз в целом маңызсыз, ешкімге керек еместігімізді түсінумен аяқталып келер екен. Во всем мире оқушылар өздеріне сенбей, сабақ айтудан қорқып, в целом кейін ары қарай топас, ештеңеге қызықпайтын подросткаларға айналып қалар екен. В дальнейшем неправильный компанияларға қосылып, өздерінің асыл тұратын характерлерінен жасырынып, ол дейтін неправильный ситуацияларға түсіп қалып, яғни ол дейтін на первый взгляд зиянсыз ұрлықтан бастап, нашақорлық дәрттеріне иленіп қалуларымен аяқталып қалар екен. В целом біз дейтін далада көретін үйі жоқ бомждар, алгаштар, наркомандардың барлық проблемалары бір нәрседе. То есть өзіне сенімсіздікте. Ал негізінде қоғамда өзіне сенімсіз адамдар екі типке бөлінер екен. Бірінші типте зависим адамдар, яғни кіріптар адамдар, әрқашанда басқа адамдар маған қарағанда ақылдылау, әдемілеу, удачнылау деп ойлап, сол адамдардан өмір стильдеріне подражать етіп келер екен. А екінші группада болса манипулятор адамдар, то есть басқа сол кіріптар адамдарды, жұмсайтын адамдарды біз манипулятор деп атап келер екенбіз. Солай болса, осы екі группадағы сенімсіз адамдар туралы ары қарай танысып өтейік. Бірінші группа кіріптар адамдар, яғни зависим адамдар. Басқаша оңай қылып айтқанда, малай или же терпеулі адамдар. На первый взгляд, олар дейтін біреулерге құлшылыққа түсем деген ниетпен емес, просто өздерін топас, ештеңеге жарамайтынын біліп, өзінен дейтін ақылдылау адамдарға ерігіп, өздеріне соларды ұстаз ретінде қабылдап алар екен, яғни манипуляторлерді. И, как говорится, ол манипулятор адамдардан по чуть-чуть определенный бір поддержканы қабылдап алып, по чуть-чуть, өйткені манипуляторы тоже не дураки деп айтпақшы. Со временем берілген советтеріне взамен олар солардан определенный бір тапсырмаларын жасап қоюларына әрқашанда дайын тұрар екен кіріптар адамдар. Бірақ уақытымен бұндай жағдайға көніккісі келмейтін бұл адамдар, кіріптар адамдар, басқа баратын жерлерін жоқ болғандықтан, яғни мен қалай сонда басқа адамдарды өзіме дос қылып қабылдап ала алмаймын ғой, или же жалғыз болғым қалмайды дейтін ойлармен, сол дейтін манипуляторлердің адамдардың артында қалып қояр екен. Түсінемін, бұл жерде адамның намысына тиетін көп сөздер айтылды. Бірақ сізде ол дейтін әнші болсын, бизнесмен, или же определенный бір успешный адам маған қарағанда ақылдылау. Мен ол сияқты ешқашан жұтықтарға ие бола алмаймын деп ойласаңыз, бұндай ойлар да сізді осы кіріптар адамдардан реттеріне қосылар екен. Өйткені Алла тағала бәрімізді бірдей жасаған. Сондықтан бір адамның істеген жұтықтарын басқа адамды істей алады. Сондықтан ешқашан өздеріңізден басқа адамдарды ақылдылау, әдемілеу, или успешнылау деп ойламай, одан қайта сізде сол бір жұтықтарға ие болу үшін алға қарай ентілуіңіз керек. Сонымен итого қылып айтатын болсақ, кіріптар адамдардың основной задачасы просто біреуге пиявка ретінде вампир сияқты басқа адамнан артына жабысып алу. Сол манипулятор адамдардан әрқашанда поддержка алып, советтерді алып, просто өздерінен сол бір ответственності басқа адамдарға жүктеу екен. Мысал ретінде, сол манипулятор адамдар әрқашанда кіріптар адамдарға советтер бергенде, нечаянно сол советтер дұрыс болмай қалған жағдайда, ол кіріптар адамдар с легким грузом на сердце деп айтпақшы, барлық нәрсеге сен виноватсың деп, сол совет берген адамдарға жабылуды бастар екен. Түсініп тұрғанымыздай, бұндай адамдар өздері де ештеңе істегісі келмейді, решение қабылдағысы келмейді.
и сол решениені беріп жатқан адамды да ұнаттырмас екен. Сонымен, конечно же, одан қайта самостоятельный болған дұрыс. Кіріптар адам сияқты біреуге жабысып жүргеннен, өзінің миында деградация халіне келтіргеннен, одан қайта барлық проблемаларды өзін единомышленно шешкенің дұрыс. Екінші группада манипулятор адамдар, яғни бағанағы кіріптар адамдарды, жұмсайтын адамдарды, біз басқаша қылып айтқанда, вечный ребенок деп айтуымызға да болар екен. Өйткені тек қана кішкентай кезімізде ғана біз басқа адамдардан полностью зависеть етер екенбіз. Яғни, бала кезімізде біз жылап, әке-шешемізге маған қара деген оймен, или же күліп қойып, әке-шеше сен дейтін барлық нәрсені дұрыс істеп жатсың дейтін, қарапайым манипуляционный қылықтармен үйренуді бастар екенбіз. Бірақ дейтін, ол кішкентай бала со временем жекеменші болып, барлық нәрсені өзі істеп, развиваться етуді бастайды. Сондықтан кішкентай кезіндегі бұл баланың осындай қарапайым манипуляционный қылықтармен пайдалануы, это, как говорится, нормально. Бірақ, есі жайында болған адамның басқа адамдармен манипулировать етуі, это уже ненормально деп айтпақшы. Өйткені, в целом нормальный адам өзі істей алатын нәрселерін басқа адамдарға жүктеуі, это неправильно с психологической точки зрения. Сонымен манипуляторлар бұндай халетке тіс болған әке-шешесін еркелеткен итогі болып, бұндай жағдайға обычно отбасыдағы ең сүйікті бала, әлі единственный бала душар болып қалар екен. Түсініп тұрғаныңыздай, балдарды сверх нормадан еркелетуге де болмайды. Әйтпесе, оның психикалық отклонениясіне душар болып қалуларына сіз дейтін ответственный болып қалуыңызға болады. Қорытынды қылып айтқанда, біреуді жұмсау қылығы сізді бастық ретінде емес. Наоборот, басқа адамдардың көзінде әлі незрелый, безответственный адам ретінде сізді көрсетіп қояр екен. В дальнейшем басқа адамдармен серьезные отношения құруыңызға, или же по карьерной лестнице тез шығып алуларыңызға тосық болып қалар екен бұндай әдеттердің барлығы. Сонымен бүгінгі видеороликті қорытынды жасайтын болсақ, өзіне сенімсіз адамдар екі группаға бөлінер екен. Яғни, кіріптар адамдармен, зависимый адамдармен, манипулятор адамдар. То есть сол кіріптар адамдарды жұмсайтын адамдарға бөлінер екен. В обоих случаях бұл адамдар осындай плачевный ситуацияға өзіне сенімсіздігін арқалы түсіп қалған екен. И, как говорится, одан қайта ол группаға да, бұл группаға да түсуден көрі, конечно же, өзіңге сенімді болып, определенный проблемаларды, определенный бір өмірдегі жағдайларға өзің ответственный болып, соларды шешкен дұрыс. И, как говорится, бұл видеоролик сіздерге ұнаған жағдайда лайк, комментарий, подписываться етулеріңізді сұранамын. Сонда Шала Қазақ ТВ каналында одан да қызықты видеороликтер шыға береді. Пока-пока. Arrivederci.